Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымды қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Ағаш ексең күнәң жеңілдейді. Ертеде бір қандықол қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол шайқы-бұрқы әулиеге келіп, мен 40 жыл бойы қан төктім, зұлымдықтан басқа іс жасамадым. Енді тәубеме келдім. Не амал жасасам, Құдай күнәмді кешеді, деп сұрайды. Шайқы-бұрқы сонда былай дейді: жол шетіне жеміс ағашын ек. Өткен-кеткен жолаушылар саясына демалсын, жемісін жесін, шөлін қандырсын, дейді. Қарақшы жолдың жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып бақшаға айналыпты. Жолаушы демалып, керуен ат шалдыратын шырайлы жерге айналады. Бір күні шайқы-бұрқы жолаушылап келе жатып, қарақшының бақшасына кезігеді. Бұл кімнің бағы, деп сұрайды. Бақтың иесі жоқ, жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі 10 жыл бұрын дүниеден озыпты, дейді. Шайқы әулие бақтың жемісін жеп сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен. Төбесінен нұр тамшылап тұрады. Шайқы оған: уа тәңірім, бұл не хикаят? Қарақшының төбесінен нұр не үшін тамшылап тұр, деп сұрайды. Мұның еккен ағашының саясына сан адам келіп демалады, жемісін жейді. Соның сауабы өзіне ақыретте өшпес азыққа айналды, деп жауап береді. Шайқы-бұрқы ұйқыдан көңілді ояныпты. Содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді, деп насихат айтылыпты. Ағаш ексе адамның күнәсі жеңілдейтін жөнінде тағы бір аңыз бар. Ертеде бір жігіт түс көреді. Түсінде әкесі шөл далада көлеңке іздеп жүріпті. Күннің ыстығынан табаны күйіп, жанұшыра айқайлайды. Жігіт шошып оянады. Ауыл ішінде 100 жасаған қарияға барып түсін жортады. Ол болса былай дейді: балам, әкеңнің қабіріне ағаш ек. Әкең қабірде ауырлық тартып жатыр. Ағаш күнәсін жеңілдетеді, деп жориды. Бала ертесіне әкесінің моласына ағаш екеді. Оны күтіп, баптап өсіріпті. Бір күні тағы да түс көреді. Түсінде әкесі үлкен бір ағаштың көлеңкесінде жатыр екен. Мазар басына ағаш ексе, сауабы тіріге де, өліге де тиеді деген сөз осы аңыздардан үлгі болып жетіпті. Діни аңыздарда мазарға ағаш отырғызу Кемел деген әулиеден қалған деседі. Бейітте өскен ағашты сындырма. Түркістанда Үйрек ата әулиенің қабірі бар. Ол кісі заманда Түркістанға ислам аша келген дін ғұламасы екен. Залымдардың қолынан шейіт болып қаза тауыпты. Кейін қабірінің басына ағаш өсіп шығады. Ел ол ағашты киелі деп ырымдап қадір тұтады. Бір күні Жақсыбай деген кісі жәрмеңкеден асыл тұқымды бір үйір жылқы әкеле жатады. Жолай әулиенің қабіріне жетіп ат шалдырады. Даладан отын жинауға ерініп жайқалып тұрған әулие ағаштың бірнеше бұтақ шауып алады. Сол бұтақтарды отын қылып, қазан асып, шай қайнатып тамақтанады. Ауқаттанып алғаннан соң ұйқы басады. Қалғып кетіп, қорқынышты түс көреді. Түсінде Үйрек ата оған тас лақтырыпты. Жақсыбай бұғып қалады. Тас одан өтіп, жылқының үйіріне барып тиіпті. Жақсыбай шошып оянады. Қараса, асыл тұқымды жылқыларын қасқыр жарып кетіпті. Ол дереу тәубе қылады. Басының амандығына шүкір етеді. Тәңірден кешірім сұрап, Ақсарбас атайды. Жұрт, бейітте өскен ағашты кеспе деген тыйымның сыры осы екен ғой десіпті. Бау бақша өсір. Ертеде Әділхан деген патша болыпты. Бір күні оған 2 адам арыз айтып жүгінеді. Патша дауды тыңдайды. Оқиға былай екен. Біреуі екіншіден жер сатып алып, егін екпекші болады. Жер жыртып жүріп, бір құрма алтын тауып алады. Жердің бұрынғы иесіне барып: жер о баста сіздікі еді, астынан алтын шықты. Мен алтынды емес, жерді сатып алдым. Қазынаны өзіңізге қайтарамын, депті. Бұрынғы иесі: жоқ, олай болмайды. Жерді сізге басы бүтін сатқанмын. Сондықтан жерден не қазына шықса да саған тиесілі. Өзің ала бер. Дауым жоқ, деп алмайды. Содан кейін келісе алмай ханға келген бет екен. Хан олардың адалдығына таң қалады. Уәзірлерінен: сендер не дейсіңдер, деп сұрайды. Алтыннан бас тартса, сіздің қазынаға құйылсын, дейді олар. Патша сонда:
ей ұятсыздар, ертең тәңір алдында барғанда не деп жауап бермекпін дейді. Екеуіне қарап, бала шағаларың бар ма деп сұрайды. Жер сатқан адам ер жеткен ұлым бар деп жауап береді. Екіншісі болса бой жеткен қызым бар дейді. Патша қуанып, ендеше дау шешілді дейді де ұл мен қызды ордаға алдырып некесін қиыпты. Табылған алтынды 2 жасқа сыйлайды. Жігіттің аты Бағбан, қыздың аты Ұмай екен. Ұмай бір күні жарына: ей әзизім, бір сырым бар, рұқсат етсең айтсам дейді. Айта ғой деп жауап береді. Еңбексіз алтын бізге құт болмас, несібемізді адалдан тауып жесек деймін. Қазынаны патшаға апарып берейік дейді. Бағбан мақұл көріп ордаға келеді. Ей әзиз патшамыз дейді екеуі, әділ үкіміңізге ризамыз, бірақ қазынаны бізге емес мұқтаж жандарға берсеңіз, біз еңбек етіп адалынан мал тапқымыз келеді дейді. Патша оларға риза болып, сендер бұған қалай қарайсыңдар деп нөкерлеріне көз тастайды. Бірі: дұрысы алтынды орнына қайтадан көму керек, сол кезде құда да құдағи да тыныш болады деп айтады. Патша болса: алтын күміс малдың нәжісі сияқты, оны бір жерге көмсең бықсып сасиды, оған қоңыз да, шыбын шіркей де, құрт құмырсқа да үйір келеді. Ал айналаға шашып жіберсең тыңайтқышқа айналады. Сондықтан алтынға жеміс көшеттерін сатып алыңдар. Баршаға ортақ жеміс жидек бау-бақшасын көгертіңдер. Бұл бау-бақша кейінгі ұрпақтың игілігіне айналсын. Арам мал, лас дүние көңіл көзін соғыр қылады. Құдайдың қазынасының елдің несібесі етіп шашайық депті. Бәрі бұл сөзді қош көріпті. Патша сөзін жалғап: Бағбан, Ұмай адалынан ас тапқыларың келсе, осы істі сендер атқарыңдар депті. Бағбан шартарапқа керуен жөнелтіп, асыл тұқымды жеміс жидектің тұқымын алдырады. Ұшы қиыры жоқ бау-бақша гүлдене бастайды. Табылған қазына осы іске түгел шығын болады. 90 түрлі жеміс жидек көшеті жайқалып шыға келеді. Жан жарымен күні түні дамыл көрмей бақшаны баптайды. Арада 3 жыл өткенде жас шыбықтар бау-бақшаға айналады. Бағбан патшаны қонаққа шақырады. Патшаның жасы бұл кезде 90-ға келген екен. Ол бау-бақшаны көріп риза болады. Мен қаншама жыл билік етіп патша болдым. Дұшпанымды жер жастадым, жауымды ықтырдым, елдің аузын аққа жеткіздім, тақымын атқа тигіземін деп тер төктім. Күндіз отырмадым, түн ұйықтамадым. Барынша әділ болдым, бірақ бір өкінішім бар. Бір аяғым жерде, бір аяғым көрде. Ғұмыр шіркін келте. Мен осыншама әулетті патша болсам да, елдің игілігі үшін мәңгі тұрмаймын. Ал мына 2 жұптың жұмысы мәңгілік сипатқа ие болды. Кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге, әкеден балаға мал қалмасын, тал қалсын деген осы екен-ау. Бұдан былай кейінгі ұрпаққа ағаш егіп, тал көгерту игілікті істен болсын депті. Содан бастап ел ішінде бағбанды қылатын адамдар ерекше құрметке бөленіпті. Бағбан бау-бақшаны